Абай атамыз өзінің бір өлеңінде уайым ер қорғаны дейді ғой. Енді өздеріңіз де оқыған шығарсыздар. Неге олай айтты деп ойланып көрдіңіздер ма? Меніңше бір алаңсыздық, бейғамдық, бәрі жақсы бола береді деп ойлау негізінде цивилизациялардың да, державалардың да түбіне жеткен деп ойлаймын. Ал бәрі жақсы бола береді, өмірім осы бір қалыппен сырғи береді деген ойдың жетегінде жүрсе егер ер жігіт, негізі жаңылысады деп ойлаймын. Ал біз болсақ бірдеңесі болар, бара көрерміз, көре жатармыз деген салғырттықпен жүрміз. Бұл меніңше болғанда жігіттің психологиялық бабын бұзатын қауіпті ой. Өйткені енді сабыр, қанағат, шүкіршілік деген жақсы қасиеттер ғой. Бірақ онымыз жалқаулығымызды, енжарлығымызды, өз жанұямыздың жауапкершілігін мойнымызға алғымыз келмейтін бір жауырды жаба тоқу үшін тастамай киіп жүрген маскамыз ғана болып қалмаса екен деймін. Ер жігіт мойнына бір жауапкершіліктер, белгілі бір жүк салмақ алмайынша ақылы толық қосылмайды, ізденбегесін миы максимумда жұмыс істемейді, ал ақылы толық қосылмағасын жұмысы да мандымайды. Энергиясы тасып, шиыршық атып тұрмайтын жігіттердің тиісінше бір табысы да, рызқы несібесі де аз болады. Сондықтан да бір дене физикалық күшпен қатар ер жігітке психологиялық та бап керек деп ойлаймын. Ал сол үшін де уайым ер қорғаны.